Жұмыртқаның сырты дәл осындай жұмсақ, қатпай қалған жағдайда тауықтың организміне кальций мен витаминдердің жетіспеуінен болады. Менен пайдалы ақпарат, сіздерден үлкен қолдау күтемін, сондықтан видеом соңына дейін қараңыздар. Тез нәтижеге жету үшін дәл осындай комбикорм алдырттым. Оның ішінде барлық витаминдер жинақталған. Жұмыртқаны ірілетіп тууға, сыртын қатайтуға және де кальций, фосфор, натрий. Бізге керек витаминдердің барлығы осы жемнің ішінде. Жұмыртқаның сыртын қатайтудың тағы бір жолы, дәл осылай біздер тауықтарымыздың жұмыртқасын пайдаланып болғаннан кейін күннің астына бір 3-4 күнде қойып алдым. Дәл осылай сықырлап кеуіп дайын болады. Қолымызбен майдалауға да болады, не болмаса блендерге салып ұнтақтап алсаңыздар да болады. Нағыз кальций осының ішінде. Тауықтарым далаға шығара алмаймын дейтін адамдарға осындай дайын ракушка тастарды сатылады. Осыны берсеңіздер де сіздердің тауықтарыңызға кальций жетіспеушілігін жояды. Сонымен қатар сіздерге витаминді де қосып беруге кеңес беремін. Бұл чек-тоник деген витамин. 5 литр суға 5 грамын қосып тауықтарыңызға берсеңіздер, иммунитетін көтеріп, денсаулығын нығайтуға көмектеседі. Ал сіздерге сәттілік. Видеом пайдалы болса, парақшама тіркеліп, лайк басып, қолдап кетуді ұмытпаңыздар.